Айтат, мен үмметімдің өмірлері 60-70-тің ортасында. 80-90-100-ге шыққандар азырақ болады екен, 40-50-де кетіп қалғанда азырақ болады екен, орташасын алғанда 60-70-тің тегерегінде бітеді. Біткөнден кейін қайқарауыз деген сұрау болуш керек. Алла Тағала екі жолды көрсетіп қойған инсанға. Бейіштің жолы мұнаке, дозоқтың жолы мұнаке. Екі жолды көрсетіп қойған Алла Субханаху ва Тағала. Алла Тағала бейішті жаратқанда Жабраил періштені шақырған. Бейішті жаратып, бейіштің ішіндегі нематтарды, соғыптарды, даражаларды, рахаттарды, бейіштің ішіндегі бардық жақшылықтарды жаратып тұрып, Жабраил періштені шақырып, бар қарап келші бейішті деді. Бейішке барды, için қараса ұқмыш. İçin qarasa al жердегі алтын, бермет, күміш, миск, бардық рахаттарды көріп, келіп тұрып айтты, «Ва иззатик». Я Алла, сенің иззатыңа ант ішіп айтам дейді. Ким ушул бейіш туралы ұқса сөзсіз әлі кірет қо деді. Андан кейін Алла Субханаху ва Тағала бейішті нәпс қалауай тұрған нәрселері менен қоршап қойды. وَحَفَّهَا بِالشَّهَوَا بِالْمَكَارِهِ. Нәпсті қалауай тұрған макарих дейді. Ушындай бір қиыншылықтар менен қуыршап қойды. Жабраил періштені жана айтты, бар емі қарап келші деді. Бар дәле көріп, қайтқаннан кейін Алла Тағалаға ант ішіп айтып отады. Қорқомын дейді, біреу да кірбей қалауы деп бейішке. Мен қорқомын, біреу дағы кірбей қалауы деп. Бұның мәнісі не? Адамдар көргенде нәпсістің қалосына қаршы бардығы, бардық қиыншылықтар. Мұнаке, хуффатил жанна бил макарих ва хуффатил нар бис шахават. Алла Тағала дозоқты жаратты, дозоқтың ішіндегі бардық азаптарды жаратты, бардық қордықтарды жаратты, бардық отты жаратты. Андан кейін Жабраил періштеге айтты, бар көріп кел деді. Қарап барып көріп келуілі қайтып айтты. Біреу да бұл жаққа кірбейді қо деді. Андан кейін Алла Тағала адамды нәпсісі қалай тұрған нәрсеменен орып таштады дозоқтың бардығын. Нәпсісі қалай тұрған нәрсеменен орып таштады дағы Жабраил періштеге айтты. Емі барып қарап келші деді. Барып тұрып келіп айтты, Алла саңа ант ішіп айтам, бардығы кіріп кете өдеймін да дейді. Не үшін? Нәпсінің қалосының арқасынан дозоқ тұрады екен тойғандар. Нәпсіге қаршының арқасынан бейіш тұрады екен. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Ким жаратқан Алланың алдында тұрғандан қорқса, өзін нәпсісін қармаса, нәпсісі қалаған нәрсесіне, нәпсісі арам нәрсеге шақырады. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Жамандыққа бұйырады. Тоқтатса, аның екінші қадамы бара тұрғаны бейіш деді. Бейіш деді. Бүгінгі темамыздағы мынау ушул бейіш тозақ бойынша туғандар. Құранда Алла Тағала айтады: «Иннал муттақина фи жаннати ва уюн». Алладан қорқып, күнәлерден сақтанып жашаған тақвалар, алар бақтарда болады. Алар бұлақтарда болады. «Удхулуха бисаламин аминин». Бейішке кіргіле, тыныштықта, аманшылықта кіргіле. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Biz алардың жүрегінен жек көрінің бардығын алып таштаймыз дейді. Алар ушундай bir отырғыштарда отырады, бири-бирине жүздөн үшіп. «Ла ямассухум фиха насаб ва ма хум минха бимухражин». Аларға ешқандай жерде қиыншылықтағы болбойды, жана алар ал жерден шығарылбайды, алар түбөлүктүү болады дейді. Алар ал жерде түбөлүктүү болады. Hadiste gelет, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бейіштерді бейішке кіргізіп, дозоқтықтарды дозоққа кіргізіп, андан кейін бір ұшу өлімді алып кереткендағы, өлімді мұздап қояды екен туғандар. Не деп айтады екен? Бейіштіктер сілер бейіште түбөлікті қаласыңар. Дозоқтықтар сілер дозоқта түбөлікті қаласыңар. Бейіштіктерге айтылына деген, сілер бұл жерде жашайсыңар, еш қачан өлбейсіңар. Денсаулықта болосыңар, еш қачан орубайсыңар. Жаш болосыңар, еш қачан қарубайсыңар.
Түбөлүктүү неmatda болосуңар, эч качан немат силерден азайбайт, алынбайт, жок болбойт дейт. Мына. Бейишке киргендерге 4 жарыя кылынат экен мына. Түбөлүктүү жашайсыңар, өлүм болбойт. Ден соолукта болосуңар, оору деген болбойт аерде, болду. Оору бу дүйнөдө, баш оору, ич оору бул дүйнөдө. Бейиште ал жерде оору жок. Ал таза жер. Бири-бирине көрө албастык жок. Бүгүн азгандай болуп атат. Аерде текеберлик жок. Ал жерде улуу зара, кичи зара жок. Ал жерде мурундан чимкирик акпайт. Ал жерде кан чыкпайт, ийриң чыкпайт. Ал таза жер.